Гүлжан Хамитова химия ғылымына толықтай берілген адам. Қазір ол Назарбаев университетінің зертханаларының бірінде ғылыми қызметкер болып істейді. Гүлжанның айтуынша, химия саласы оны әрқашан қызықтырған. Алайда, сонау Абай ауданында мектепте оқып жүргенінде, осы бір күрделі пәнге деген сүйіспеншілігі оны талай белестерден асыратындығы ойына да келмепті. Бұл сала ең бірінші ол үйден басталды. Яғни үйде қыз бала әртүрлі тағамдарды жасау арқылы біз химияны қолданамыз. Яғни сол кезде қызығушылығым артты. Сұрап, мынау тұз не үшін қолданады, бұл неге тұз, бұл неге тәтті деген сияқты. Солай химияға деген қызығушылығым артып, кейін осы саланы зерттеп, білгім келіп, сол салаға қарай бет бұрдым. Қазіргі таңда әлі де химияны түсінбейтін салаларымыз, яғни жақтар көп. Оларды үйреніп жатырмыз. Өйткені бізге тоқтауға болмайды, білімді ұштандыру керек. Әуелі Гүлжан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін үздік бітірді. Сонан соң Ұлыбританиядағы Манчестер университетіне тереңірек білім қуып кетті. Сол жерде ол магистр дәрежесін алып, Қазақстанға оралды. Бірақ ол өз ауылына емес, астанамыздың тмд елдеріндегі болашағы зор ғылыми зерттеу орталығы Назарбаев университетіне келді. Бұл жұмыс Гүлжанға өте ұнайды. Ғылыми тәжірибелер, нәтижелер, басылымдар. Осы жерде жас химик инженер үлкен тәжірибе алып, ғылым әлеміне сенімді қадамдар басып жатыр. Болашақта да ол докторлық дәрежесін алып, еліміздің химия саласына үлес қосуды жоспарлап отыр. Айта кетейік, қазірдің өзінде Гүлжан Манчестер университетінен алған білімін Назарбаев университеті жанында қолданып, және оны ары қарай дамыта отырып, еліміздің химия саласына өз үлесін қосып келеді. Болашақ стипендиясы мен үшін өте, яғни өмірімдегі ең бір есте қаларлық, қалай десем, марапат десем де болады. Яғни бұл арқылы мен ең бірінші көзқарасым өзгерді. Яғни халықаралық дәрежеде өзімнің саламда адамдармен тікелей бетпе-бет тұрып, яғни өз идеямды анық талқыға түсіре алатынына сенімді болдым. Бұл үшін болашаққа үлкен рахмет айтамын. Химия саласы менің ойымша өте қызықты ғылым саласы, яғни бұл салаға кірген адам өзінің қызығымен тоймайды десек те болады. Зерттеу жұмысы ол көптеген сұрақтарды іздену мақсатында ғана жетістікке жетудің бір жақсы сатысы деп айтсам жаңылыспаймын. Гүлжанның әріптестері болашақ бағдарламасының түлектері. Оны талантты және креативті ғылыми қызметкер деп атайды. Олардың айтуы бойынша, Гүлжан тек қана өзінің нағыз кәсіпқойы ғана емес, сонымен қатар ол басқа адамдардың да қиындықтарына қамқорлық танытатын белсенді қоғам тұлғасы. Осыны айтқанда көп адамдар Гүлжанның өз әріптестері мен басқа болашақ түлектерімен бірігіп, Тауанов отбасына қиын қыстау уақытта көмек көрсеткендерін еске алады. Негізі айтқанда, осы жұмысқа, осы жұмыс орнына алғаш келген күннен бастап, ең бірінші қарым-қатынаста болған әріптесім Гүлжан болатын. Ол өзін менің жетекшім ретінде маған осы жұмыстың қалай жасалу керек екенін бәрін өте жақсы түсіндірді. Өз жұмысына жауапты, тиянақты, барлығын өз уақытында орындайды. Сен бір нәрсені үлгермей жатсаң, саған көмектесе алады. Жұмыстан кейін Гүлжан үйге қайтуға асықпайды. Университет жанында ол екінші тілін, яғни француз тілін үйреніп жатыр. Гүлжан бұл тілді ғылым үшін ғана үйреніп жатқанын айтады. Себебі ол Манчестерде химиядан көптеген ғылыми жұмыстар француз тілінде жазылғанын байқайды. Француз тілі ағылшын тілінен қиын болса да, Гүлжан бұл тілді аса қызығушылықпен оқитындығын айтты. Quel autre nom de famille français connaissez-vous? Мен француз тілін таңдаған, қазіргі таңда оқып жатырмын. Француз тілі бұл әлемде кең таралған ағылшын тілінен кейінгі тілдердің бірі болып есептелінеді. Және француз тілінде негізгі классикалық шығармашылықтың барлығы осы тілде жинақталған. Онымен қоса ғылымның да негізін салған көптеген француз ғалымдар бар. Маған өте қатты ұнайтын Мария Кюри. Мен оның өзінің ғылыми еңбектерін француз тілінде оқығым келеді келешекте. Сол үшін қазіргі таңда француз тілін меңгеруге бел будым. Айта кетейік, Гүлжан өз отбасына да үлгі болып отыр. Оның сіңілісі Назарбаев университетінің студенті. Әпкесінің жетістіктерін көре отыра химия маманы болып, ғылыммен айналысуға бел буған. Менің
алдымда тек қана оқу саласынан ғана емес, оқу жағынан ғана емес, жалпы өмірдің басқа да жаңағы нелерінде, қырларынан да маған үлгі болған адамдардың біреуі. Өз басым жаңағы оның жеткен жетістіктерінен біраз серпіліс салып, оған қарай тырмысып, қазір Назарбаев университетінде химия жаңағы несіне саласы бойынша оқу алып келем. Былайша айтқан кезде енді әпкеміздің басып келем деп айтсам болады. Оның өмірлік тәжірибесіне қарап менің түйген сабағым өзін-өзі талпындырудан талмаған, шаршамаған адамның армандарының орындалу көкжиегі қиырсыз екен. Гүлжанның қабілеттері туралы оның нағашы ағасы да айтып берді. Үздік бітірді мектепті. Міне сол жаңа мектепті бітірген көп жаңағы жақсы оқушылардың қатарында бұл да соны бітіріп, кейін Алматыға институтқа түсті. Институтты бітіріп, одан кейін жаңағы Лондонға кетті болашақ программасы бойынша. Енді қазір мына химия пәнін, бұның мамасы да химик өзі, инженер-технолог. Бұл да жаңағы химия пәнінен қазір енді өзінің жаңа жұмысын жалғастырып жатыр Назарбаев университетінде. Сондай жаңа талапкер, өзі оқуға ынтасы зор, сондай қыз бұл. Гүлжанның болашаққа қойған мақсаттары көп. Оның қойған мақсаттарының барлығына да жете алатынына күмәніміз жоқ.